сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырамыз. Бүгінгі біздің биология сабағымыз тақырыбымыз есту мүшесінің құрылысы мен гигиенасымен танысу, яғни жаңа сабақ, иә? Өткен сабақта көру мүшесін өткенбіз. Жаңа сабақты анықтау үшін, ең бірінші жаңа сабақты толық білу үшін біз өзімізге сабақтың несін қоямыз? Мақсатын қоямыз, иә? Сабақтың мақсаты қандай болу керек? Міне сендерге мынау құпия жәшіктің сыртында сабақтың мақсаты жазылыпты. Яғни барлық оқушылар қорғаныш рефлексын анықтайды, рефлексті танысады, сұрақтарға жауап бере аламыз, иә? Оқушылардың басым бөлігі, яғни көбіміз есту мүшесінің маңыздылығын білуіміз керек осы сабақта. Тітіркендірушіге қандай жауап беретін есту мүшесінің рефлекстік қызметін қарастырамыз. Үшінші, барлығымыз жаңағы қиын тақырыпты ашу үшін кейбіреулеріміз осы мәліметтерді жинақтай отырып, өмірмен байланыстырып, сенімді жауап беріп, құлақтың түрлерінің маңызын білеміз. Яғни құлақтың бөлімдерін анықтаймыз, иә? Осы мақсатқа жету үшін сабақтың біз несін құрастырамыз? Критерийлерін құрастырамыз, иә? Сабақ критерийлері қандай болу керек? Яғни не деп ойлайсыздар? Бүгінгі сабақта біз не білуіміз керек құлақ туралы? Құлақ туралы толық мәлімет білеміз. Құлақ туралы толық мәлімет білеміз. Құлақ құрылысын білеміз. Құлақтың құрылысын білеміз дейді. Құлақ ауруларын алдын алу шаралары ұсынады. Құлақ ауруларын білеміз дейді, иә? Алдын ала қандай шаралар жасаймыз, иә? Құлақтың. Яғни құлақ туралы толық мәліметтерді не істейміз? Жинақтап аламыз, иә? Оқушылар, енді біз құлақты өтпес бұрын көз өткен тақырыпты қайталап алайық, иә? Өткен тақырыпты қайталау үшін біз сіздерге мынандай топ лақтыру әдісімен мен яғни сіздерге сұрақ қоямын, сіздер маған жауап бересіздер, иә? Келдік, бірінші сұрақ, сезім мүшелерін анықтаңыз. Қандай сезім мүшелері бар бізде? Мұрын, көз, құлақ, ауыз. Дұрыс. Келесі, көздің сезімтал жасушалары қалай аталады? Фоторецепторлар. Келесі сұрақ, көздің бөліктерін айтыңыз, атап шығыңыз. Қас, қабақ, кірпік. Қас, қабақ, кірпік. Келесі, көздің бұзылу аурулары. Қандай аурулар көзді бұзады? Конъюнктивит және дальтонизм. Дальтонизм, дұрыс айтады. Келесі, көздің гигиенасы. Көзді қалай күтеміз? Нұргүл айтамын. Көзді таза сумен жуу, кірпігімен ұстамау және ұялы телефонды қарамау. Дұрыс айтады. Қандай дәрумен көзге пайдалы? А дәрумені көзге пайдалы екен, иә? Жұмысын жазып болсақ тақырыпты ашамыз, 39-шы тақырыпты. 39-шы тақырыпта біз қазір джигса әдісі арқылы құлақтың бөлімдерін өтеміз, иә? Құлақтың бөлімдері үшке бөлінеді. Сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ және ішкі құлақ, иә? Осы бөлімдерді біз жеке жұмыс, бұл жеке жұмыс. Яғни әр оқушы постерға құлақтың бөлімін не істейді? Кітаппен жұмыс, сипаттап, жүксі арқылы жазамыз. Яғни ең бірінші сыртқы құлақ мағжанда, ортаңғы құлақ Ақнұр сенде және ішкі құлақ Нұргүлсінде. Осы мәтінде оқып, әр тақырып жеке белгіленген, жеке тақырыптар бойынша оқимыздағы, яғни постерға не істейміз? Түсіреміз, жақсы ма? Мынау сыртқы құлақ. Сыртқы құлақ тұрады құлақ қалқанынан сыртқы есту жолы және дыбыс жарғағы. Дыбысты біз естиміз. Біріншісі ол есту жолы, сосын дыбыс толқыны, сосын дабыл жарғағы және де ортаңғы құлақ. Яғни дыбыс сыртқы құлаққа кіріп, содан кейін барлық жолдардан өтіп, ортаңғы құлаққа кетеді, иә?
Енді қане ортаңғы құлақ кімге? Отыра ғой Мағжан. Ортаңғы құлақ шығамыз келе ғой. Ал бастайық ортаңғы құлақ. Ортаңғы құлақ балғашықтан, төстіктен және үзеңгіден тұрады. Ортаңғы құлақ сыртқы құлақтан дыбысқа барады, дыбыстан дабыл жарғағынан балғашыққа барады, төстікке, сосын үзеңгіге және ішкі құлаққа барады. Яғни сыртқы құлақтан келген жаңағы дыбыс ортаңғы құлақтың барлық бөліктерінен өтіп қайда барады? Ішкі құлаққа барады, иә? Отыра қояқ. Нұргүл, сізде ішкі құлақ, иә? Ішкі құлақ 3 жарым шырым, кіреберіс бөлім денеден тұрады. Ішкі құлақ өзгешеден дешеге барады, вестибулаға, жарқақшалар, сұйықтылыға барады, есту рецепторларында айтылады. Яғни есту рецепторларына ішкі құлақтан кейін дыбыс жетеді екен, иә? Отыра ғой Нұргүл. Яғни біз құлақтың 3 бөлімдерін өттік, иә? Құлақтың 3 бөлімдеріне не бердік? Біз жалпы сипаттама бердік, иә? Яғни бұған біз не істейміз? Постымызға қол шапалақтаймыз. Келесі тапсырма бізде бар. Оқушылар жаңа жеке жұмысты өттік, иә? Енді топтық жұмысты өтеміз. Топтық жұмыс дегеніміз келесі әдіс арқылы, яғни Виктория әдісі арқылы мынау кестені толтырамыз. Топтасқанда барлығымыз біргеміз, иә? Біргеміз келіп Мағжан жанына отырамыз. Ақыртесінде отырамыз. Кестені толтырамыз. Кестене жаңағы ішкі құлақ, сыртқы құлақтың қызметін және құрылыс ерекшеліктерін жекеміз әріміз қорғадық. Енді ортақ топтасып топпен жұмыс істейміз. Жақсы ма? Қанекей кесте толтырамыз. Енді жаңағы кестені толтырып болдық, иә? Осы кестенің соңында бір-бірімізге 2 жұлдыз бір тірек арқылы бір-бірімізді бағалап қояйық, иә? Қане Нұргүл, сіз не айтасыз? Маған топтық жұмыстар ұнады ма? Қалай жұмыс істеген? Иә, өйткені біз сыныппен бірге барлығын істедік, маған ол қатты ұнады. Мағжан, қандай ерекше жақтан айтасың? 2 қызбен жұмыс істеген саған жеңіл ме? Мағжан, саған топтық жұмыстар істеген жақ ұнайды ма? Әлде жеке жұмыс жасаған ба? Маған ұнайды, себебі маған 2 қыз көмектеседі. Яғни топтық жұмыста жұмыс жасаған жеңілдірек, иә? Ақнұр, Маған да топпен жұмыс өте қатты ұнады, себебі топта білмеген нәрселерді топта көмектесіп маған айтып тұрады. Яғни өзіңді біліміңді, топта білмеген нәрселерді достарың көмектеседі, иә? Жақсы. Яғни оқушылар, енді біз құлақтың есту мүшесінің құрылысын, гигиенасын таныстық, иә? Құлақ дегеніміз біз бір жағынан не? Рецепторлар, есту рецепторлардың бір мүшесі, сезім мүшеміз, иә? Құлақтың 3 құрылысы бар. Ортаңғы, сыртқы және ішкі құлақтың құрылысы бар, иә? Енді құлақтың гигиенасы туралы айттық, иә? Құлақты таза ұстауымыз керек, иә? Әртүрлі жаңағы қатты дыбыстардан сақтануымыз керек. Өйткені құлақтың ішкі құрылысының бұзылуы мүмкін, иә? Сонымен қатар құлақты не істеуіміз керек біз? Құлақтың несімен өттік? Тазалауын өттік, құлақтың ішкі құрылысын өттік. Құлаққа қандай күтім жасауымыз керек, иә? Құлаққа қандай күтім жасауымыз керек, яғни есту үшін есту мүшесінде қандай витаминдер жеуіміз керек, иә? Қандай жаттығулар жасауымыз керек, иә? Осының барлығын біз қазір бүгін сабақта не өттік, талқылап, қорытып, барлығын не істейміз? Кері байланыс жасаймыз сіздермен. Кері байланыс жасағаннан кейін біз осы мақсатымызға ораламыз. Сабақтың мақсатына жеттік пе, жеткен жоқпыз ба, иә? Алып кеттік. Кері байланысымыз бүгінгі түріміз чабадан, ет тартқыш және қоқыс. Осы бізге чемоданды, яғни жүк салғышқа қандай білім салып алдық? Ақнұр айта қойшы. Есту мүшесін білу, құлақтың гигиенасын сақтау, керек мәліметтерді чемоданға салдым. Яғни бүгінгі білім қоржынына салып алдым, иә? Келесі ет тартқыш қане Нұргүл? Ол біз бүгін сабақтың не өткенін барлығымыз өз басымызда барлығын сақтадық. Барлық білімді қорытып алдыңдар, иә? Келесі қоқыс жәшігіне керек емес заттарды қандай заттарды салуымыз керек? Құлақты таза ұстау, құлақтың гигиенасын ұстамау,
керек емес нәрселерге мусорный жәшікке қоқыс жәшігіне салу, иә? Дұрыс айтасыңдар, яғни кері байланысымыз, яғни толық орындалды, иә? Құлақ ауруларының себебін анықтадық, иә? Құлақ аурулардың алдын алу шараларын ұсындық. Яғни барлық критерийларға сабақтың мақсатына жеттік деп ойлайсыздар ма, балалар? Иә. Ойлайсыздар, иә? Енді келесі тапсырма сабақты қорытамыз. Яғни барлық алған білімімізді бүгінгі сабақтың дәрежесі бойынша қандай білім алдыңыздар, мына жерде блок ағашына белгілейміз өздерімізді қазір. Яғни кім сабақта қандай дәрежені түсінді? Жақсы ма? Ал енді кері байланыс жасадық. Кері байланыстан кейінгі бүгінгі сабақтың мақсатына жетеміз, иә? Яғни критерийлар сабақтың. Құлақтың құрылысын зерделедік. Құлақтың құрылысын өттік па? Таныстық па? Таныстық. Қорғаныш рефлексіні жіктейді, яғни жіктей аламыз. Қорғаныштық рефлексті білеміз ба? Яғни құлақты қалай қорғау білеміз. Ал Ақнұр, келесі сен шыға ғой. Сабақты қай деңгейде өткізді? Яғни Нұргүлден кейінгі деңгейде мен де Нұргүлден қалыспаймын деп не істеп тұр? Сабақты толық түсініп отыр, иә? Иә. Отыра ғой, Мағжан. Сен қай деңгейдесің? Мағжан да сабақтың ортасында, иә?